Әр нәрсе қыздар адамның қабылдауына байланысты ғой. Мүмкін сіздер өздеріңізді бұндай гүлге қимайтын шығарсыз, мүмкін сіздер одан қымбатына, одан көп гүлге лайық шығарсыздар. Бірақ Дана Нұрсұлтан дұрыс айтады. Қалай қабылдады, қарамады, 2-3 секунд толғанып, ойланып қалған жоқ, бірден рахмет деді, хоп, мына жерге таға салды да болды. Жігітке ол қалай ұнады, Ол жай ғана өзінің бір қиялы, өзінің сондай романтикасы. Егер бәрі жақсы болса, бұйырса, Нұрғазыда бұл қызға әлі 101 розаның талай-талайын береді. Ол өзінің уақытымен, ал бірден бұл жерде бір ғана гүл. Бұлай деп түйсу, қыздар. Және Диана, издевательствомен саған бір гүлді студияға алып келді ме деу, ол өте төмен пікір. Диана ханым, бұл бар ғой негізі, жаңа романтика деп айтып жатсыз ғой. Бұл кішкене креатив болды да, кішкене. Диана ханым, ерекше, бұндай болмаған өте әдемі көрініс. Бауырым, ризамын негізі. Бұл Диана ханым бас жеткен адам осылай алып келеді негізі. Чем басқалардан обычныйдан көрі, мынау өте әдемі болып тұр негізі. Ана өзіңе де жарасып тұр. Диана ханым, мен айтайыншы, мен ойлаймын да, және де, ладно, как бы бір штук гүлдің келгені өзі мен үлкен еңбек, потому что қазіргі таңда біз білеміз ғой, бір гүлді жылу үшін, газонды басу үшін қаншама штраф төлейміз мысалға да. А это большой риск, он на это пошел ради данных, және очень большая смелость деп айтқым келеді. Шынымен де, және де осындай ер азаматтар бізде жоқ, өйткені қаншама жігіттер отырсыңдар, бірде-бір гүл әкелмейсіңдер, қыздарыңа топ пашылау. Нұрғазы? Айтсам бола ма? Мен түсіндім, Айдана, сіз сондай негізі талаптарыңыз көп қой ер жігітке, чтобы достаток болу үшін, чтобы бәрі материальный жағдайынан. Мен негізі табысым жетеді өмірге. Нормально табам, бірақ ақшаны сақтай алмайым просто. Шыны керек, әрең таптым ғой ақшаны, чтобы Дананы кездесуге апарып, прям бір досымда жазып, қарызға бере тұршы. Мен просто шыны керек, ақшаны вообще сақтай алмайым.